мен ешқашан спортпен айналысқан жоқпын. Осы Hero's Journey-ді қысқа да нұсқа өзіңіз таныстырып кетсеңіз. Кез келген айда клиент неше рет тренировкаға келеді. Ойланасың, келесі жыл мен өзгертемін, мен өзгеремін. Hero's Journey ол фитнес залдардың жаңа нұсқасы. Hero's Journey традиционды жаңағы бұрыннан келе жатқан фитнес залдарына қиындық тудыра ма? Сондықтан Қазақстанның фитнес нарығы әлі талай өседі. Жалпы Қазақстанда сіз мысалы уже екінші раундты көтеріп жатсыз. Иә, Көкшетауда ашылдық, Ақтауда ашылдық, Атырауда ашылдық, Оралда ашыламыз, Ақтөбеде ашыламыз. Қазақстандағы ең тез болған раунд сізде деп ойлаймын. $6 миллион ақшаны жинадық және бағалауымыз $30 миллион дейін өсті. Инвестдала by EA Group. Сәлем достар, бүгін бізде Инвестдала подкастымызда Ильяс Исатаев дейтін біздің Қазақстандағы үлкен предприниматель, фаундерлардың бірі. Қош келдіңіз. Біз Инвестдала подкастында жалпы Қазақстандағы венчурлық іс-қимылдар, неше түрлі проекттер туралы талқылаймыз. Және біздің ең басты мақсатымыз осы IT венчур дейтін саланы дәріптеу. Және көптеген мысалы осы бүлдіршіндер көріп, оны арасында біреу осыған қызықса, біздің сол жеңісіміз деп ойлаймын. Сол бір көптің бірі бір кірпіш болып қаланып, жалпы Қазақстанның елінде көптеген стартаптар пайда болуына және қазақша аудиторияға жұмыс жасап, соларды IT-ге ынталандыруға тырысып жатырмыз. Қош келдіңіз. Рахмет, Әділбек. Мен де өзім қуаныштымын. Бүгін қазақ тілінде өмірімде бірінші рет подкастқа қатысып отырмын. Кішкене басында қиын болатын шығар маған, себебі күнделікті өмірде, әсіресе кәсіби өмірде көбінесе қазақша сөйлемейміз. Соның өзінде, бірақ үйде әрине балалармен қазақша сөйлегендіктен екінші жағынан қиын болмауды керек. Бірақ шынында да өзің айтып кеткендей, қазақ тілінде қазір жақсы контентті жасау керек. Сондықтан енді біз жасамасақ кім жасайды деген оймен келіп отырмын. Сондықтан шақырғандарыңа рахмет. Иә, менің ойымша жалпы көптеген адамның ойына келеді. Өйткені біз үйде сөйлессек те, кейбір кезде жұмыста, мысалы, тіпті ойлану көбінесе біздің бүкіл жаңағы келіссөздер, документтер орысша немесе ағылшынша келеді. Ол қазақша қалағандықтан емес, бізге үйренбегендіктен, бізге ол жат нәрсе еді әзірге. Соны жаймендеп, осылай soft power, жұмсақ күшпен жаймендеп, құлақты үйретіп, мысалсыз сөйлесіп, өйткені басында сізге қиындау болуы мүмкін, оған бір ешқандай айыптау жоқ, бірақ келе жаймендеп сіз үйренесіз деп ойлаймын. Енді бүгінгі былай айта керек, біз EA Ventures ретінде бүгін мысалы подкаст сізді шақырдық, бірақ бізді EA Ventures деп қарамаңыз, бізді бір ведущий, жалпы жүргізуші деп қараңыз. Мен сұрақтарым да бір нейтралды біздің көрермендерімізге арналады. Солардың атынан кейбір сұрақтарым тым жеңіл, оңай, сен оны білмейсің ба деп ойламаңыз. Мен біліп тұрсам да бір сұрақтар қоямын. Және таныстыра кетейін, біздің бүгін қонағымыз Ильяс Исатаев. Жалпы менің ойымша көптеген бизнестің ол туралы айта кетесіз иесі. Қазірде мен айта кететін ол Invictus фитнес залдарының негізін қалаушысы және Hero's Journey фиттек стартаптың негізін қалаушысы. Жалпы менің түсінгенім бойынша сіз сонда өмірлік бір индустрияңыз фитнес деп айта аласыз ба? Иә, өмірлік индустриямды фитнес деп 2014 жылы таптым. Оған дейін басқа индустрияда болдым. Нақты айтатын келсек, супермаркеттер желісі болды. Ол супермаркеттер желісін соңында біз Магнумға саттық. Сөйтіп құтылдым деуге де болады, себебі маған ол индустрия ұнаған да жоқ. Ал фитнеста шынында да өзімді таптым деуге болады. Алғашқы фитнестағы жобам CrossFit деген жоба болған. Біз 3 зал аштық, бірақ соның барлығын жабуға тура келді. Ол бізге ауыртпалы болса да өте көп нәрсені үйрендік. Ең біріншіден тұтынушыға не керек екенін сұрауды үйрендік. Сол сұрау арқылы 2015 жылы Invictus Fitness деген жобаны аштым.
Сол жобада менімен бірге әйелім Әйгерім және досым Шыңғыс үшеуміз ашқан едік. Қазіргі таңға Invictus Fitness'та Қазақстан бойынша 40 зал бар, 60 мың клиент бар, және келешекте жақында Әзербайжанда, Қырғызстанда ашылуға нақты пландарымыз бар, және Өзбекстанда ашылғымыз келеді. 2031 жылға дейін залдардың санын 175 залға дейін өсіргіміз келеді. Біз Invictus Fitness бірнеше нарықта жұмыс істеп жатырмыз. Премиалдық нарықта Invictus Fitness деген брендпен, қолжетімді нарықта Invictus Go деген брендпен, және әйелдерге арналған бренд Invictus Girls деген, және тағы бір 4-ші бренд туралы қазір ойластырып жатырмыз. Бұл енді Invictus. Менің ойымша Invictus'ға әлі келеміз. Мен жалпы спорт, фитнес тек, фитнес технология жалпы индустриясын таңдадыңыз. Ол ішкі сұраныс па, ішкі өзіңіз жаңағы фитнес жақсы көріп, өзіңіз кішкентай кезіңізден спортқа бейім болғандықтан ба, немесе өсе келе нарықта бір гэп дейді, бір жеңіл емес, бір сіз алатын бір осы индустрияның жалпы орны бос, осыған кірем деп келдіңіз ба, немесе ішкі махаббатыңыз болды ма осы? Мен ешқашан спортпен айналысқан жоқпын өсе келе. Физмат мектебінде оқыдым, әрқашанда оқу бірінші орында болатын. Бірақ жоғары кластарда оқып жүргенде де өзім фитнес залға жазылып, тырысып жүретін. Бірақ ол кезде ата-анам, ой, құрсын барма, бойың өспейді. Сосын Англияға оқуға кеткенде өзім фитнесқа жазылып, соны көріп жүрдім. Сондықтан бірінші фитнестағы бизнесті ашқанға дейін тұтынушы ретінде өзім үлкен фитнестің клиенті болатынмын. Жылдан жылға абонемент сатып алып, әрқашанда өзіме ең жақсы фитнесті таңдап, сөйтіп тұтынушы ретінде өте жақсы көрген, өзіме керекті зат еді фитнес. Сөйтіп келдім деуге де болады. Сонда бір өзіңіздің сүйікті бір хобби деп айтсам ба, хобби ма, немесе лайфстайл, өмір сүру бір дизайны, сізде спорт әрдайым болды, сіз бардыңыз, сосын көрдіңіз, жалпы бұл жаңағы ең бірінші айттыңыз кроссфит. Әлі күнге дейін қасында бар емес пе кроссфит? Жалпы түрлері? Жоқ деуге болады. Себебі егер 2015 жылы Қазақстандағы кроссфиттардың саны бір 10-15-ке жақындаса, қазір көбінесе көп дегенде бір 2-3 зал бар шығар, сондықтан оны жоқ деуге де болады. Себебі бұл өте нишалық продукт, өнім. Сондықтан оны тұтынушы адамдар көп емес, оған өте қызығу керек, көп уақыт бөлу керек. Ондай адамдардың саны Қазақстанда көп емес. Жалпы былай көрерменде қарап отырсаңыздар, жалпы Ильяс таза шынайы бір стартап фаундерлар, стартап негізін қалаушылардың оқиғасын сияқты. Бірінші стартапыңыз жетістікке жеткен жоқ, бірақ сіз мысалы мойымадыңыз, индустрия алмастырмадыңыз, айтпадыңыз бұл жақта ақша жоқ, ешкім бармайды екен деп. Күнделікті естіп жүрген бір нелер, аргументтер осындай да, біздің индустрияда ақша жоқ, ол ешкім келмейді. Сіз оған мойынбадыңыз, адам жаңағы тұтынушыңыз мысалы кейбір кезде болмай қалады, кейбір кезде мысалы Алматы, мен ойымша мысалы кроссфит үлкен қалаларда өтуі мүмкін, бірақ региондарда өткені ол революционный метод болды, сол кездің менің білуімше ол жаңа бір дем беріп, бірақ соны қоймайсыз, өзіңіз жаңа әрі қарай жалғастырып Invictus'қа келдіңіз. Ол стартап деп айтсам енді менің ойымша артық емес, ол да бір кезінде қазірдің өзінен үлкен бизнес, менің ойымша ол жаңағы private equity сол жаққа келеді, өйткені оның жаңағы мультипликаторлары басқаша болады. Бірақ соған келдіңіз, енді келесі стартапыңыз Hero Journey, сол туралы көбірек сөйлессек. Біз енді Invictuspен айналысып жүргенде мен кроссфиттан көрген қателігімнің кесірінен ба, мен бір метрикаға өте көп көңіл бөлдім. Ол кез келген айда клиент неше рет тренировкаға келеді. Біз ол метриканы engagement деп атаймыз.
сол Invictus'та engagement-ті қарағанда орташа клиент айына бір 5-6 рет келіп жүрді. Жарайды, ол көп па аз ба, оны біз аса білмедік, бірақ клиенттердің барлығын қарап көрсең 60-70% кез келген айда бірде рет келмепті. Қалған 30-40% кез келген айда 20 рет келеді екен. Сонда фитнес өзі өнім ретінде кейбір клиенттерге өте жақсы жұмыс істейді, қалған 60-70% клиенттерге мүлде жұмыс істемейді. Бұл неге деп іздеуден басталған жоба еді Hero's Journey. Біз ойладық, неге ол солай? Біз бұны өзгерте аламыз ба? Технологияның арқасында басқаша бірдеңені жасап, ойлап таба аламыз ба деп бастаған жоба еді. Біздің зерттеуіміз нені көрсетті? Егер қазіргі Invictus сияқты басқа да фитнес, кез келген елді алыңыз, Америкада болсын, кез келген үлкен тренажерный залды фитнесті алсаңыз, және YouTube-қа кіріп Арнольд Шварценеггердің 1980 жылы Gold's Gym'дағы тренировкасын салыстырсаңыз, екеуі бірдей. Тренажерлар кішкене жаңарды, бірақ көбінесе ештеңе өзгерген жоқ. Ендеше, соңғы 44 жылда дүние жүзінде барлығы өзгерді. Өмір мүлде танымасқа дейін өзгерді, бірақ фитнес сол түрінде қалды. Және сол фитнес, біз ойлаймыз, қазіргі тұтынушыға дәл келу керек. Әрине ол олай емес, сондықтан біз Hero's Journey-ді бастағанда өзіміздің алдымызда мақсат қойдық. Қалай біз фитнесті өзгерте аламыз, не жасай аламыз? Біздің ең басты мақсатымыз жаңағы engagement деген метриканы өсіру болды. Және қазіргі таңда Hero's Journey-дің engagement 11-12. Ендеше жаңағы Invictus сияқты фитнеспен салыстырғанда 250% артық. Сондықтан бұны өте ең маңызды нәтиже деп айтуға болады. Сондықтан бұл модель жұмыс істеп кетті. Осы Hero's Journey-ді қысқадан нұсқа өзіңіз таныстырып кетсеңіз. Мен Hero's Journey-ді ағылшынша да қысқадан нұсқа таныстыруға өте қиналамын, себебі ол өте қиын түсіндіруге. Орташа айтқанмен 2 сағат түсіндірем. Бірақ енді айта кететін болсақ, Hero's Journey ол фитнес залдардың жаңа нұсқасы. Hero's Journey-да біз өте көп технологияны қолданамыз, психологиядан әртүрлі ғылыми табыстарды қолданамыз, behavioral economics дейді, поведенческая экономика. Содан табылған әртүрлі әзілдерді емес, қалай? Әдістерді пайдаланамыз. Соның барлығын біріктіріп, біз жаңа customer journey қалай айтуға болады? Жаңа тұтынушының жолы. Соны жаңадан дизайн етіп, ойлап тауып, тұтынушыға сондай көп келуіне серіктес болсын. Мысалы, мен айтып қайта кетсем, сіз қалай түсінесіз Hero's Journey? Сіз барып жүрсіз ғой? Барып жүрмін. Менің ойымша, мен кезінде жаңағы 60% Invictus алатындардың бірі тұғым. Жаңа жылдың алдында бір бонус премия түскен кезде ойланасың, келесі жыл мен өзгертем, өзің айнаға қарайсың да, маған азу керек, маған биту керек, маған өмірімді өзгерту керек дейді. Сөйтіп ситуативный покупкамен мен әр жыл сайын алатын тұғым. Алам, и жылында мысалы енді ол бір рет барам, кірем, мен өзім кішкентай кезден айналыспағаннан кейін мен ішіне кірем, ішінде мысалы бір күнде барып жүрген, қалай айтсам болады, бір ірі денелі жігіттер жүреді, и олар мысалы үлкен вес көтереді. Мен оны қарайында мен білмеймін, қайсысын неден бастау керек, неден бастамау керек. Кейбір кезде менің жаңа қатем мысалы тым ауыр салмақ аламын, немесе неден мысалы өзімді қыздырыну деген процесс, оны білмеймін да, мен келем екі нәрсе істеп, өзімді кетіп қала саламын. Екі кішкентай бір нәрсе. Немесе өзімді қатты асыра өзімді ойлап, мен жасай аламын деп ойлап, мысалы үлкен көп жаттығу жасап, шаршап, одан кейін келмейтіндей боламын да. Жыл сайын қайталанатын нәрсе тұғым менде. Одан кейін мен осы Hero's Journey-ға барып көрдім.
мен үшін бұл прям вау, қалай айтсам болады, взрыв мозга деген бір не бар ғой, сол мен сөйтіп айта алатын. Өйткені мен үшін уақыты аз және оған көп білімі, именно фитнестің білімі аз адамдарға әдемі. Өйткені мен барамда, мен 1 сағат мен миымды өшірем, мен алдымда уже бір не тұрады, қалай айтсам болады, бір бір күнтізбе, мен не істеуім керек, не істей аламын, мен білем қанша объем. Менің жалпы қиналатын қиналу процесім ол тек сол 30 секунд мен жұмыс жасаймын, демаламын, және шыққан кездегі жаңағы бір ләззат, мен бітірдім. Былай ондай бір фитнессіз мен өзім барсам, мен бір 10 минут жұмыс істеп қайтатын едім. Ал бұл жерде сен барып жасағаннан кейін ана бір нәрсеге жеткен, бір галочка қойған бір сезім болады адамда. Сол нәрсе қайтадан баруға ынталандырады. Немесе жаңағы айттыңыз ғой, психология. Телефонда жаңағы приложениеде көптеген жаңағы фишкалар, аптасына 3 рет келдің, саған мысалы галочка берген, сен ойлайсың, вообще мен қиналған жоқпын, давай мен 5 рет барайын. Сөйтіп азарт басталады да. Менің ойымша бұл таза жаңағы психологически, күшті айттыңыз, мен отыра ойлаған жоқпын. Психология бір адамның ішкі, мысалы адам бар ғой, жаңағы метод, пряник кнута қаша, қалай осылай түсіндіре берейін. Бұл жерде сіздер жаңағы кнут үстінде жаңағы бірақ пряникті сыртынан мен жасаған үшін алғаннан кейін мен тағы да барғым келеді. И менің ойымша таза мысалы үлкен қалаларда бұл өте жетістік жетеді деп ойлаймын, менің ойымша. Мысалы өткені біз Мадридке барғанда, Мадридте көбісі спортқа жақын, біздікіне қарағанда көбісі баратын, бірақ олардың оларға да біз әкелдік таза спорт. Олардың айтуы бойынша бұл таза мидың демалуы дейді. Олар келіп демалып, кәдімгі ләззат алып. Мен ойымша ол таза, осы жерде айта кетейін, барыңыздар, әрине ол жақта қазір абонемент, үлгерулеріңіз керек, тезірек алуыңыз керек, бірақ бару 100% ең, қалай айтсам болады, ең сізге тиімді инвестиция өзіңізге деген. Сол үшін барыңыздар. Рахмет. Тағы осы айта кетейін, мысалы жаңағы ақыры мен Испания туралы бастадым. Испания жаңағы адам европейстер. Менің білуімше Қазақстанда фитнес залына бару процент жаңағы өте аз. Мен Алматы, Астанада мақұл көбірек болуы мүмкін, бірақ жалпы регион Қазақстанның барлығы Алматы, Астана тұрмайды ғой. Максимум 4-5 миллион жұмыс, қалған 15 миллион біздің региондарда ол формула мысалы бізде қиындау да. Мысалы сіздің қазіргі подходыңыз қалай? Қазақстанда сол процентті көбейту ма? Немесе мен нақты сандарды берейін. Мысалы дүние жүзін алатын болсақ, ең алғыр нарықтарда, ақш немесе скандинавиялық мемлекеттер сияқты нарықтарда 20-22% адамдарда фитнес-клубқа абонемент бар. Қазақстанда алатын болсақ, бұл көрсеткіш 3%-ның жанында, 3,5% нақты айтатын болсақ. Ресейде 4,5%, 5% дей. Бірақ Қазақстанның ішін алатын болсақ, Алматы, Астана сияқты қалада мысалы 6,5%, ал региондарда әрине 1,5%. Алматы мен Астана үшін 6,5% бұл да өте аз көрсеткіш. Себебі біз ақшта айтқанда 20%, бұл ақштың үлкен қалалары емес, бұл бүкіл ауылдарды, қалалардың бәрін қосқанда 20%. Ал егер Нью-Йорк немесе Лос-Анджелес сияқты үлкен қалаларды алатын болсақ, онда 60%-қа дейін де жетеді. Сондықтан Қазақстанның фитнес нарығы әлі талай өседі. Біз қазір ойлаймыз, мысалы Алматы, Астанада фитнес-клубтар көп, немеге жаңасы ашылып жатыр, бірақ әлі ашылу керек, әлі ашылады да, себебі нарықтың өзі бірнеше есе өсу керек. Енді біз, сіз сұрадыңыз, Қазақстанда біз адамдардың, фитнеспен айналысатын адамдардың санын өсіру біздің мақсатымыз ба деп. Бұл Invictus фитнес компания үшін, бұл біздің мақсатымыз. Сондықтан біз қолжетімді фитнесті де ашып жатырмыз, әйелдерге арналған фитнесті де ашып жатырмыз, премиалды үлкен фитнестарды да ашып жатырмыз. Біздің байқағанымыз бойынша осы
процентті өсіретін көрсеткіш, фактор, жаңағы қанша адамда абонемент бар. Ең бірінші фактор ол қалада қанша фитнес бар. Неғұрлым фитнестар көп болса, соғұрлым сол процент өседі екен. Орысша айтқанда предложение создает спрос. Сол бұл бірінші фактор. Себебі бұл культура арқылы жұмыс істейді. Мысалы, айналаңда көбірек адам фитнесқа барып жүрсе, ақыры сен де барасың. Сондықтан біз ойлаймыз, Қазақстанда бұл көрсеткіш өседі, және Invictus Fitness қазір көптеген региондарда ашылып жатыр. Жақында Көкшетауда ашылдық, Ақтауда ашылдық, Атырауда ашылдық, Оралда ашыламыз, Ақтөбеде ашыламыз, Шымкентте ашылдық, Қарағандыда да бармыз, Семейде де, Өскеменде де бармыз. Сөйтіп ақырын бүкіл Қазақстанның ірі қалаларын қамтып шығамыз. Енді әзірше Қазақстанның кіші қалаларында фитнес әлі сәтті болмайтын сияқты. Себебі біз тіпті Астана мен Алматының шет жағында ашылсақ, ол жерде де жобалар аса сәтті емес әлі. Себебі ол жерде тұрып жатқан адамдардың күнделікті ойында фитнестан бұрын басқа да проблемалар бар, фитнесқа дейін шешіп алатындай. Бірақ енді еліміз байған сайын, халық өзінің денсаулығы туралы көбірек ойлаған сайын, бұл да өзгереді деп ойлаймын. Сондықтан бұл шынында да Invictus Fitness үшін біздің мақсатымыз. Бірақ Heroes Journey үшін Қазақстан нарығы бұл эксперимент жасайтын нарық. Себебі біздің нағыз мақсатымыз Heroes Journey үшін ақш-тың нарығына шығып, бүкіл дүние жүзіндегі фитнесті өзгерту. Сондықтан кішкене мақсатымыз басқа. Бұл жерде бір сұрақ қойсам болады ма? Мысалы, жаңа біздің ортада бір сұрақ қойылды да маған да. Неге Heroes Journey, неге Ильяс өзінің Invictus компаниясына өзіне бір конкурент, өзіне қарсылас компания ашты. Мен айтымда, ол қарсылас емес қой. Жаңа осы сіздің аргументіңіз. Өйткені қазіргі бұл момент жалпы фундаментально қарасақ, Heroes Journey кәдімгі традиционды жаңағы бұрыннан келе жатқан фитнес залдарына бір қиындық тудыра ма әлемде, сіздің ойыңызша? Менің ойымша екі форматқа да жеткілікті тұтынушы табылады. Себебі мысалы адам қазіргі Invictus сияқты фитнес форматына барып жүріп, онда сәтті болса, онда оған барлық ұнап жатса, ондай адам ешқашан Heroes Journey-ға келмейді. Ол айтады, Heroes Journey жаңадан бастап жатқан адамдарға шығар, мен өзімнің залымда өзімді жақсырақ сезінем деп. Сондықтан ал Heroes Journey не істей алады? Ол ана қазіргі таңдағы бар залдарда өзін-өзі табалмай жүрген адамдарға, және өзі үшін жақсы шешім деп фитнес шешімін табалмай жүрген адамдарға көбірек жарасады. Сондықтан тұтынушының екі түрі де бар, және екі продукты керек продукты. Сіздің жалпы бұл айтады ғой, мысалы customer dev, сізде менің ойымша ең түсінікті бір стратегия болды. Сізде Invictus компаниясында сіз проблеманы көрдіңіз, сол проблемамен 10 жыл күрестіңіз, және осы проблеманың шешімі ретінде бір шешім қабылданды, жаңағы цифрландырылған жаңа залдар, Heroes Journey атты. Және сізде мысалы бір ойыңызда сұрақ болды ма? Қазақстан егер де керемет болып жатса, бірақ осы нені онлайн форматқа көшіру немесе, мысалы өткені бір сұрақ болды да, ненің кезінде, коронавирус кезінде көбісінде неше түрлі олар зал емес, бірақ бір зумба сияқты онлайн, мысалы бірге жаңағы тренер айтып тұрады, сен істеп жатасың деген сияқты. Сол туралы онлайн түрде басқаша бір пивот жасау миыңызда бар ма, или немесе осы тұрақты офлайн залдар салу? Жоқ, біздің стратегиямызда таза онлайн продукт болу жоқ. Себебі менің ойымша келешекте онлайн да болады, офлайн да болады. Және егер онлайнды қарап жатсақ, өте көп әртүрлі қосымшалар бар. Ол Америкада да көп шығып жатыр, Еуропада да көп шығып жатыр, тіпті Ресейден де көп шығып жатыр. Қазіргі таңда кез келген Инстаграмда көп фолловерлары бар,
кез келген фитнес тренер өзінің қосымшасын жасап шығатындай уақытқа біз жетеміз. Сондықтан ол нарықта бізге күресу керек жоқ сияқты. Және егер фитнес нарығын қарайтын болсақ, бәрібір егер шынайы нәтиже керек болса, шынайы фитнеспен айналысам десең, саған арнайы фитнес залға бару керек. Одан ешкім ешқайда қаша алмайды. Себебі мысалы үйде шынығам деген адамдарға дүние жүзінде өте күшті бір өнім бар. Peloton фитнес деген компания бар Америкадан. Ол коронавирус кезінде керемет қатты өскен. Ол үйде қойып қоятын велосипед және үлкен экраны бар. Сол экраннан залдағы тренердің айтқан заттарын жасап, үйде жасап отыра аласың. Ол компания $60 миллиард дейін өсті де коронавирус кезінде. Жақында 1 миллиардқа дейін түсіп қалды. 99% почти, 98%. Оның себебі адамдар коронавирус біткеннен кейін одан шаршап барлығы залға жүгірді. Қазір коронавирустан кейінгі залдардың статистикасын қарасаңыз, 2019 жылға қарағанда, тіпті Америкада да, онда әлі барлығы коронавирустан қайтып болған жоқ. Себебі көптеген адамдар қазір офлайн жұмыс істейді. Көптеген адамдар Нью-Йорк сияқты үлкен қалалардан көшіп кетті. Соның өзінде де фитнес залдар 110-120% 2019 жылмен салыстырғанда өсті. Сонда бұл жерде нарықтық бір нелер бар, өзінің қағидалары. Өйткені менің миымда аналогия болды да. Кезінде кинотеатрлар шарықтады бүкіл әлемде. Онан кейін онлайн платформалар ашылды, жаңағы Netflix. Бұл басқа. Менің ойымша өткені ол жерде жаңағы маркетке кіру, жаңағы онлайнға кіру өте оңай да, өткені сен телефонмен. Және сен үйде кинотеатрға қарағанда жақсырақ телевизор қоя аласың, өзіңе күштірек диван қоя аласың, және ешқайда бару да керек жоқ. Ал менің ойымша басқа салыстыруды көрсету керек. Сен мысалы ресторанға барып тамақ жей аласың, немесе доставка жасай аласың. Екеуі де керек. Доставка да болады, ресторанда болады. Шынында да күшті отырып, достарымен жиналып, жақсы тамақ жейін десең, сен міндетті түрде ресторанға барасың. Бірақ тез тамақты обедте ішіп алып, тіпті тамақты дәм үшін емес, тек қана өзіңді қоректендіру үшін ғана шыққың келсе, әрине доставканы аласың. Сондықтан фитнеста да онлайнда болады, бірақ шынайы фитнеспен айналысам деген адамдарға көбінесе ең керектісі офлайн форматты фитнес болады. Сондықтан біздің стратегиямыз осы офлайн фитнесті өзгерту. Керемет. Мен енді миымда жаңа осы бір 3-4 бір қағидалар болды. Сіз оны жойдыңыз. Рахмет. Енді келесі бір қайтсам болады, бір тақырыпты басасам, инвестиция. Жалпы Қазақстанда сіз мысалы уже екінші раундты көтеріп жатсыз. Өзіңіз сол туралы қысқа айтып кетсеңіз. Шынында да біз Heroes Journey мен 2023 жылы бірінші раундты көтердік. $10 миллион бағалау дейміз ба? Нарықтық бағалау бойынша $1,3 миллион жинадық инвесторлардан. Соның ішінде сіздердің де компанияңыз EA Venture ең бір үлкен инвесторлары болып кірді. Сол ақшамен біз өзіміздің Heroes Journey продуктымызды одан да ары қарай жұмыс істеп Алматыда аштық, жақсарттық. Оның көрсеткіштері бұрынғы залдан қарағанда неғұрлым жоғары болды. Енді келесі раундты енді бітірейін деп жатырмыз. Бұл $6 миллион ақшаны жинадық, және бағалауымыз $30 миллион дейін өсті. Бұл ақшамен енді Heroes Journey-ді Нью-Йоркта ашу мақсатымыз. Және мен өте қуаныштымын. Қазір Қазақстанда осындай раундтарды жасауға да болады. Осыған көңіл бөлетін венчурлық инвесторлер де бар. Бұл әрқашан осылай болған жоқ. Себебі Invictus'ты бастаған кезінде мен 2017 жылы компаниямның 50%-ін сатуға мәжбүр болғанмын. Және сол 50%-ті мен $1 миллион сатқан едім. Қазір венчурлық формуламен жүретін болсақ, әр раундта бір 10-15% сатып, қазір мен мысалы өз компаниямда әлі
70%-тей өзімнің атымда ұстап отырмын. Сондықтан келесі раундқа да әлі орын бар. А Invictus'та уже орын болған жоқ. Сен 50% сатқаннан кейін келесі сататын уже доляңда қалған жоқ. Сіз теңдей партнер болып қаласыз да, одан кейін уже мысалы 50-50 болсаңыз, және одан кейін келесі раундқа орын жоқ. Сондықтан біз Invictus үшін келесі ешқандай ақшаны көтере алған да жоқпыз. Біз ақшасыз ары қарай қалай өсу керек деп өзімізге сұрақ қойып, сөйтіп франчайзинг арқылы ары қарай дамыта бастадық Invictus'та. Менің білуімше, менің ойымша қасындағы ең тез болған раунд сізде деп ойлаймын. Олайынша үлкен бөлігі раундтың. Өйткені жалпы қасында ондай 6 миллиондық раундтар болды ма болмады ма мен есімде жоқ. Менің ойымша қазір ғана енді басталып жатқан шығар. Және қазақстандық инвесторлар емес тұғын тек ол жерде. Мен естіген бар раундтар, бірақ мысалы Қазақстандағы жалпы сізде үлкен, бәрі айтпай ақ қойын аттарын, бізден бөлек үлкен мықты инвесторлар бар, және бәріміз мен есімде бойынша 1 айдың ішінде сізге бәрі тағы да қосыламыз деп, ол ең үлкен фидбэк, жаңағы жауап деп ойлаймын. Өйткені бәрі сізге сенеді. Бұл жерде бұл формула қандай, бұл менің ойымша жаңа сіз айтып кеттіңіз, бұл әрдайым бұлай болған жоқ кезінде, мысалы. Бірақ соның арқасында мысалы сізді бәрі біледі. Өйткені мен инвестор ретінде айтып кетейін, біз неге қараймыз? Ол жерде экспертиза, өзінің осы саладағы экспертизасы, мысалы біз білеміз, бұл салада сізде жетістік те болды, және бір минус та болды. Және соның бәрін біле келе, былайынша қарасаңыз, сіз уже ол қателікті жасамайсыз, немесе кезінде істеген күшті формуланы қазір қайттан жасайсыз, және сізде уже бір жеңіс формуласы бар да. Сол үшін мен айта кететін стартаперлерге мойымаңыздар, дәл әрі қарай талпынып, әрі қарай, өткені менің ойымша қазір көп потенциалды жақсы стартаперлер бар, өзі фаундерлер бар. Олардың кейбір кезде мысалы бірінші кішкене деген бір қиындықтарға мойынып қалып, немесе мен стартапер болмаймын дейтінге мен қарсымын. Мен алдарыңызда таза бір пример, сіздерге үлгі. Қанша 10 жылдан бастап, ол A2 маркеттен бастап, мен есімде бір Астанада, A2 магазиннен. Бизнесте мен жалпы 13 жылмын. Сіз жалпы оқу бітіргеннен кейін тез 1-2 жерде жұмыс істеп, өте тез бизнеске кеттім. Мысалы сол кезде бұлай болады деп білмедіңіз ғой басында. Өйткені ол кезде нарықта дайын болған жоқ менің ойымша. Бұл дәл қазіргі таңда сіздердің арқаңызда бір нарық дайын, қазіргі таңда өзінде жігер, бір ынта, немесе экспертиза болса, көптеген стартапты ашып, әрине проблема бар. Сіздің историяңыз бұл исключение деп ойлаймын. 6 миллион Қазақстан нарығында табу қазіргі таңда қиындау, менің ойымша. Өйткені қазір бізде көбінесе early stage 1-2 миллион. 1-2 миллион, оның өзін ұзақ жинау. Өйткені сізде сразу бірден 6 миллион болған жоқ қой. Сізде бастадыңыз, 1-3 миллион көтердіңіз, және қайтсам біз перформанс деген бар да, инвесторға не керек, кезінде қойылған мақсатқа жетілсе, менің ойымша сіз қасындағы өте нақты жұмыс істейтін фаундерлердің бірісі. Өйткені бізге келген кезде мысалы бір метрикалар болды. 1 жылдан кейін осындаға барамыз, және соған жетілді. Одан кейін бізге уже дальше ары қарай бір скоринг жасап, ситуация қарауын керек жоқ. Өйткені бізге түсінікті фаундердің бір жалпы бір мақсат қойып оған жетуге бір формуласы бар, және неге ары қарай бармасқа деген сияқты. Енді сіздің ойыңызша Қазақстанда жаңа инвестиция табудағы бір қиын моменттер, және онымен қалай жұмыс жасау, жалпы бір сіздің неңіз болса, кеңестеріңіз болса? Ол енді ең біріншіден менің опытым тек қана өзімнің жеке опытыма сүйеніп айта аламын. Мен өзім осы венчурлық инвестиция алғанға дейін, сіз айтып кеткендей 10 жылдан артық бизнеста жұмыс істедім.
10 жылдан артық бизнеста менде жеңістер де болды, жеңілістер де болды. Оның ішінде тек қана фитнеспен сол кезде бірінші раундты жасаған кезде 7 жылдай жұмыс істеген едім. Сондықтан ең бірінші кеңесім ол бір саланың маманы болу. Инвесторлер әрине кез келген адамдарға ақшаны бере бермейді. Олар сен немен айналыстың, қай жерде экспертизаң бар, соған қарайды. Бірінші проектіңе ақшаны сен даладан инвесторды таба алмайсың. Ол міндетті түрде сенің жақындарың болу керек, өкінішке орай туыстарың болу керек. Ағылшынша айтады ғой, FFF, friends, fools, family. Достар, семьяң немесе жындылар. Ақмақтар, тек солар ғана алғашқы бизнеске ақшаны береді. Сондықтан ондай дәрежеге ақшаны беретін, таба алатындай, инвестиция таба алатындай дәрежеге жету үшін ең бірінші бір салада көп уақыт жұмыс істеп, сол саланың эксперті болып кету. Мысалы, біз фитнеста бірден эксперт болып кеткен жоқпыз. Мысалы, біздің бірінші бизнесіміз фитнеста ол американдық франчайзинг еді. Себебі біз түк білген жоқпыз. Және ол да жұмыс істеген жоқ. Одан кейін біз Invictus'ты бастадық. Invictus'ты бастағанда 2015 жылы, 2019 жылға дейін біз тек қана дүние жүзін шарлап, дүние жүзінің ең алғыр, озық деген идеяларын Қазақстанға әкелумен инновация жасадық. Біз ештеңені өзіміз ойлап тапқан жоқпыз да. Бірақ 2019 жылға келгенде біз түсіндік, дүние жүзінде идеялар бітті. Ал енді ары қарай инновация жасайын десек, ары қарай продукты жақсартайын десек, енді ары қарай өзіміз ойлануымыз керек. Бірақ Құдай тәуба, ол уақытқа дейін өзімізге сеніміміз де болды, және ақша да пайда бола бастады. Себебі біз ол кезде ірі компанияға айнала бастадық. Тек қана сол кезде ғана мен өз ақшама Heroes Journey'дің бірінші прототипін өзім жасадым. Және оны жасаған кезде ол бірден жұмыс істеп кеткен жоқ. 2 жылдай ол жұмыс істеген де жоқ. Біз оны қалай түсіндіру керек екенін білмедік, қалай оны сату керек екенін білмедік. Және 2 жылдай бір орында тұрдық деуге де болады. Бірақ менің өзімнің ішімде бұл жобаға деген сенім өте жоғары болды. Себебі ол Heroes Journey жобасы өте маңызды проблеманы шешті. Бұл проблеманың маңыздылығын мен күнде көріп отырдым. Сондықтан мен жоба жұмыс істемесе де, ешқандай сауда жүрмей жатса да, білдім, ол проблема бар. Ол проблеманы шешу керек. Сөйтіп ақырын командамызбен бір жүздеген әртүрлі эксперимент жасап, оны оталдырдық деуге де болады. Тек қана ол жұмыс істеп кеткеннен кейін ғана біз барып бірінші раундты $1,3 миллион содан кейін ғана көтердік. Сондықтан алғашқы жобаның рискін мен өзім көтердім. Сондықтан ондай жағдайға жету үшін әрине сенде экспертиза да болу керек, өзіңе сенім болу керек, және ақша да болу керек. Басқа бір жұмыс істеп жатқан бизнесіңнен. Ол әрине әрқашанда барлық адамдарда олай болып жатпайды. Сондықтан менің ойымша жастар бір жерге барып жұмыс істеп, үлкен тәжірибе жинау керек. Тек мен өзім мысалы инвестор болсам, тек тәжірибесі бар адамға ақшаны берер едім. Ол бір. Екіншіден, ол адамның бұрын басқа бір жобаларында қателіктері болған, және ол қателіктерін мойындағанын соны көргім келер еді. Себебі адамда өмір бойы бәрі жақсы болып жатса, ол адам тек қана ставканы көтере береді. Келесіде қателесу шансы көбірек болады. Себебі ол рискті өсіре береді. Ол адамда жақсы жобаларда, жаман жобаларда болу керек. Сен соны көрсең, ондай адам толық кәсіпкер деп айтуға болады. Жақсы айтып кеттіңіз, осы бір пунктик, өткені енді мен бір жамандау емес, бірақ қасында көп деген жас стартаперлер бар. Мен дұрыс емес деп айтпаймын, бірақ көбінесе көрініп тұрады. Кейбір кезде қатты оптимистично ойлану болады. Мен бірден түсінесің ғой, адам бір болашақты планировать жасаған кезде бір қателесуге не қалдырмайды да өзіне. И жалпы проекттің жобаның жүріп кетуі осы жаңағы жоспарлауға байланысты, планированияға байланысты отырады. И ол өте жаңағы оптимистичный, жаңағы бір
сенімі мол болады, и өзі түсінесің. Так, бұл шынайы бизнеста көрмепті. Бұл жерде бәрі радужно, анаяқта бір жаңағы 8 қосақ, жаңағы радуга бүйтіп тұрады. Сондай әлем да ол жерде. Ал бір айырмашылық қатты, бір 20 жылдық өзінің тәжірибесі бар адамдар келген кезде басқаша сөйлейді. Әрине, әр жақтың минус плюсы бар. Жаңағы жас фаундерлар, олар өте энергичный болады, олар там адам инвесторды жеп қойып сол жерде есе қалатындай. Ал кейбір тәжірибелі фаундерлар кейбіреулер көзде от болмауы мүмкін. Ондай бір плюс минус бар. Бірақ бізде де мысалы жалпы риск аппетиті, біздің жалпы рискке деген көзқарасымыз, біздің E-Ventures'та біз компания табысы болмасақ инвестиция жасамаймыз. Әрине біз жаңағы бағалау жаңағы өсімін көп тастамаймыз, жаңағы мультипликатор дейді ғой, оны көп ұстамаймыз, бірақ әрине біздің өзіміздің риск сондай да. Бірақ қасында мысалы көптеген нелер бар. Идея кезінде инвестировать ететін жаңағы фондтар бар. Соны айтарым, менің ойымша жаңа фаундерлар Ильяс айтып кеткендей тәжірибе жинап, біріншісі. Сосын ең бірінші продукты жаңағы MVP, пресид дейді ғой бізде. Пресид стадиясында өзінің қаражатымен немесе жаңағы кішкентай бір қаражатпен көрсетсе, бірінші product market fit деген бір теория бар. Жалпы осы өнімнің осы нарықта бір орны бар және оның тұтынушы оған төлей алатын көрсетсе, менің ойымша ары қарай уже более институционалды инвесторға келе алады одан кейін. Бірақ бірінші этап, мысалы сіздің этапыңызда өзіңіз жасадыңыз ғой. Ең бірінші инвестицияны өзіңіз жасадыңыз. Өзіңіздің уақытыңызды, қаражатыңызды осыған қойып. Жарайды, енді келесі раундты тап қазір істеп жатсыз, оның нарықтық бағалауы 30 миллион болды. Және оның мен енді өзім білем, бірақ сізге сұрақ қояйын. Оның несі қандай? Майлстоун дейді жаңа, оның бір мақсаттары қандай? Біз осы 6 миллион долларды не үшін көтердік? Бұл ең біріншіден 6 миллионның 5 миллион доллары Нью-Йоркта студияны, Hero Journey'дің алғашқы студиясын ашу үшін. Біз Нью-Йоркта негізімізді қалағанша американдық инвесторлар бізге сенбейді. Себебі оларға егер біз Қазақстанда бір жаңа фитнес форматын таптық, біз оны Нью-Йоркқа әкелгіміз келеді деген әңгіме олар үшін кішкене күлкілі естіледі. Мен әрине соңғы 2 жылдай осы Hero Journey'да айтып жүргенде сондай фидбэкті естігенде кішкене өкпелейтін едім осы инвесторларға. Бірақ өзімді олардың орнына қойып көрдім. Мен ойладым, егер маған, мысалы мен Қазақстанда отырмын, Афганистаннан бір талибан келіп айтса, біз Кабулда бір жаңа фитнестің форматын таптық, қазір Алматыда ашқымыз келеді. Мен оған не дейтін едім? Мен әрине оған айтатын едім, жарайды, Алматыда аш, көрсет, ол жұмыс істесе, мен сонда сенмен сөйлесуге ары қарай дайынмын. Біз қазір сондай ситуациядамыз. Себебі біз ойлаймыз, мысалы, олар Қазақстанды біледі ма, білмейді ма, қазір білетін шығар деп ойлаймыз, бірақ мен мысалы жақында Гарвардта болдым оқуда. Олар үшін шын айту керек, Қазақстан ол Афганистан және Боратпен осы екі ұғымдардың бір орташасы. Сондықтан біз Нью-Йоркта өзіміздің негізімізді қаламағанша ешқандай американдық инвестор үшін біз қызық жоба болмаймыз. Сондықтан ең біріншісі сол Нью-Йоркта ашып, қайтадан жаңағы сіз айтқан product market fitті, яғни нарық пен тұтынушының бір-біріне керектігін өзіміздің орнымызды дәлелдеу керекпіз Нью-Йоркта. Одан кейін келесі раундты мысалы 2027 жылы жасауға болады, және онда американдық инвесторларды, үлкен фондтарды шақыруға болады. Оны Series A раунд деп атайды. Ол біздің бірінші ең үлкен раундымыз болады. Өз алдымызға біз 20 миллион доллар көтеру мақсатын қойып жатырмыз, және компанияның бағалауын кем дегенде 80 миллион, бірақ шынына айтса 100 миллионнан артық бағалауын
сондай көрсеткішке жету керекпіз. Сол $20 миллион алып және мүмкін банктың несиесін алып, тағы да Нью-Йоркта 10 шақты залға дейін тез 2-3 жылдың арасында өсуіміз керек. Сонда біз Америка нарығы үшін тез өсіп келе жатқан жаңа инновационный фитнес бренд ретінде өзіміздің атымызды қорғай аламыз. Одан кейін біз Invictuspен қалай ары қарай франчайзинг арқылы өстік, сол сияқты да Америкада франчайзинг арқылы өсу біздің мақсатымыз. Яғни бір 29-30 жылы стратегиямызды ауыстырып, енді ақша бізге сондай мөлшерде керек жоқ болады. 29 жылдан бастап ары қарай франчайзинг арқылы әртүрлі штаттарда ашылу. Америкада франчайзинг институты бізге қарағанда 1000 есе қатты дамыған, себебі онда франчайзингті семьялар алмайды, кішкентай кәсіпкерлер алмайды, үлкен компаниялар алады, және олардың артында private equity фондтар тұрады. Мысалы, бір франчайзи сеніммен франчайзингқа келісім шартқа қол қойса, ол бүкіл Калифорния территориясын өзіне алып кетуі мүмкін, және өзіне 150 зал ашуға қол қояды. Сөйтіп Американы бөліп әртүрлі штаттарында сондай партнерлармен жұмыс істесең, бір 5 жылдың арасында бір 500 зал, 1000 залға дейін тез өсуге болады. Ал ондай дәрежеге жеткеннен кейін бұл компания уже 100 миллион емес, бірнеше миллиард доллар тұруы мүмкін, және IPO-ға да шығуға болады. Оның арқасынан ары қарай сөйтіп Американы түгел территорияларын Heroes жөрімен жабдықтауға болады. Одан кейін әрине біз қай елге ары қарай шығуымыз туралы да ойлануға да болады. Менің ойымша ақш-та бір жетістікке жетсеңіз, ары қарай уже ол сұрақтар сіз миыңызға қоймасаңыз да өздері келіп сізден алғысы келеді деп ойлаймын. Мен бірақ бұл жерде бір сұрақ. ақш-та нарықта осыған ұқсас проекттер бар ма, жобалар? Немесе мысалы оларда менің білуімше бұл екінші сұрақ. Жаңағы шығыс жағалау және батыс жағалау, сол екеуінің арасында айырмашылықтар бар. Сіздер қай жақта фокус жасайсыздар? Шын айту керек болса, ешқандай айырмашылық жоқ. Себебі шығыс жағалауда да Barry's Bootcamp пен SoulCycle, батыс жағалауда да Barry's Bootcamp пен SoulCycle. Мен жаңа айтып кеткенде 2019 жылы біз жылға дейін біз ақш-тағы ең озық идеяларды Қазақстанға әкеліп отырдық. 2019 жылы сол идеялар бітті. Енді біз 24 жылы сол ақш-қа барып қарайтын болсақ, сол баяғы Barry's Bootcamp пен SoulCycle 2010 жылдан ешқандай өзгермей, тура сол күйінде тұр. Оларда ештеңе өзгерген жоқ, және оларға ештеңенің өзгеруі де қажет емес. Мысалы, неге Каспий банк Қазақстанда шықты? Неге ойлайсың, JP Morgan 400 миллиард доллар тұратын банктың қосымшасында 3-ақ кнопка бар. Текущий счет, saving аккаунт, депозит, сосын перевод из текущего в депозит. Болды, басқа ештеңе жоқ. Онда нарық онсыз ешқандай технологиясыз да, ешқандай инновациясыз да өзімен өзі өте үлкен, өте бай нарық. Оларға сондықтан бірдеңе жақсы жасап тұрса, олар ештеңені өзгертпей жылдан жылға. Және оларда мысалы фитнестар үшін өзінің IT командасын ұстауды өте қымбат. Мысалы, сіз білесіз, Америкадағы программисттің зарплатасы Қазақстандағы программисттің зарплатасынан 10 есе артық болуы мүмкін. Және ол 10 есе артық бола тұра, ол программист қатты бай адам дей алмайсың. Ол жерде өмірдің қымбаттығы сонша, мүмкін Қазақстандағы программисттар бізде 10 есе азырақ зарплатамен байырақ шығар. Сондықтан бұл барлық факторларды қосатын болсақ, нарықта бізге ұқсас ешқандай продукт жоба жоқ. Ең жақын көрген жоба ол Португалияда табылды. Ол да геймификацияны қолданатын фитнес студиясы. Мен оның негізін қалаушысы Мауро деген жігітпен таныстым. Бірақ айырмашылығы ол көбінесе бокс немесе единоборство саласындағы фитнес. Біз енді темір көтеріп. Лиссабон қаласында ма? Лиссабон қаласында бар. Қазір олар 66 миллион оценка бойынша 20-12 миллион евро көтерді.
қазір 20 залды сол Испания мен Португалияда ашуға жоспар қойды, бірнеше залды Бразилияда, одан кейін олар да Нью-Йоркқа шығуға мақсат қойып жатыр. Және біз олармен келістік. Біз бір-бірімізге ешқандай конкурент емеспіз, себебі өте әртүрлі вертикальдарда жұмыс істеп жатырмыз, сондықтан біз бір-бірімізбен тәжірибе алмасайық дедік. Сондықтан жақында мен соларға барып, олармен танысып. Бірақ менің мысалы ойымша, сіздің продуктыңыз ерекше, жаңа уникальный дейді, бұл жалғыз дара США-да, ақш-та болады. Сіз келдіңіз нарыққа, Нью-Йоркта бум болып жатыр, мысалы бәрі осы туралы айтып жатыр. Алматыдағыдай бір қалай айтсам болады, бір инфобум болып жатыр деп ойлаңыз. Одан кейін мысалы жаңа бәрің буткемптер оянып, бізге жаңадан көзі жанып тұрған жаңа фаундерлер келді, және мысалы мынау бізге қауіпті деп өздерін жаңағы қалай айтсам болады, бұрыннан бері отырған орындарынан қозғалу, оған дайынсыз ба олармен? Өйткені мысалы бірінші Series A-да, может быть, даже конкурент болмайды, мысалы сіз істедіңіз. Одан кейін үлкен нарықта және қалай айтсам болады, большие игры басталады. Мысалы үлкен олардың баринг буткемптің инвесторлар, үлкен инвесторлар қосылып, оған дайынсыз ба, және ол сценарийді миыңызда өткізіңізді? Бұл енді стратегия жағынан қойылып жатқан сұрақ. Бұл солай болады да, біз оған әрқашан дайындалу керекпіз. Біріншіден біз кейбір Hero's Journey-дің элементтерін қазір патентке беріп жатырмыз. Ол болады ма, болмайды ма, мен білмеймін, бірақ енді болуын тырысамыз. Жақсы патенттік адвокаттарды Нью-Йоркта жалдадық, олармен жұмыс істейміз. Бірақ патент болмады деп санайық, немесе олар дәл патент деген элементтерді копировать етпей, басқа патентпен жабдықталмаған элементтерді копировать еттік делік. Екіншіден, біз өте тез өсу керекпіз. Өте тез өсетін болсақ, геймификация дегенде әрқашан тұтынушының басында Hero's Journey деген бірінші туындау керек. Егер біз сондай дәрежеге жететін болсақ, біз әрқашан жеңіп отыра аламыз. Бірақ ол үшін өте тез өсу керек. Сіз айтқандай Series A-ға дейін ешкім бізге қатты қарамайтын шығар, бірақ Series A-ден кейін шынында да барлық конкуренттер бізге қарайды, және біз оған дайын болу керекпіз. Сол екінші өте тез өсу керек. Үшіншіден, оны Red Queen Race дейді, Алиса в стране чудес деген кітапта бар ғой. Мысалы, сен бір жерде қатты жүгіріп келе жатсаң да, Алиса бір орында тұрды. Және бір орында тұру үшін сен өте тез жүгіру керексің. Бұл не деген сөз? Біз сондай рейсқа дайын болу керекпіз. Ол не деген сөз? Ол біз өте тез өзімізді жаңарту керекпіз. Және өзіміз өте тез жаңартудың, инновацияның арқасында біз өспейміз, тек қана өз орнымызда тұрамыз. Бұл өте әрине қиын, бірақ бұған біздің конкуренттеріміз дайын ба? Біз Қазақстанда өзіміздің R&D центрімізді ұстағанымыз арқылы, мен ойлаймын, ол кезде олардың 25 программистіне біз 250 программист ұстай аламыз. Соның арқасында мен ойлаймын, біз сондай Red Queen Race болса, соған да дайын боламыз деп. Ал үшіншіден, мүмкін ең үлкен бір фитнес жүйесімен мүмкін біз партнерлық келісім шарт, мүмкін олар бізге бір инвестиция жасайды. Ондай болатын болса, олармен конкурент болудың орнына біз керісінше мүмкін партнерлық. Соңда сөйтіп біз әртүрлі сценарийларды қарастырамыз. Әрине әрқашан ол туралы ойлаймыз, бірақ біз дайын болу керекпіз. Біз сәтті болсақ, бізді міндетті түрде копировать етеді. Қазірден бастап, мысалы, бір шешім қабылдау мүмкін емес, қазір осы жерде отырып, бірақ мида осы сценарийлар жүргізіп, өткені менің ойымша қазіргі заманда, тез дамып жатқан заманда, руку на пульс дейді, жаңағы біздің қан жүріске бүйтіп қарап отырмасақ, өткені жалпы сіздің продуктыңызда заманға сай келді да, мысалы, бірақ ертең заман өзгеріп, мүмкін ертең қосымшаларды ешкім қолданбайтын шығар, мүмкін тек қана AI чат-боттар болатын шығар. Біз оған дайынбыз. Және оған дайын болмасаңыз, сіз поток кетіп қалуы мүмкін да, мысалы,
чат-бот мысалы қазір Гуглда бірінші шығу үшін мысалы өзінің бір нелер бар ғой, алгоритмдер, чтобы ана AI сені бірінші оқу үшін өзінің алгоритмдері соған үйрену керек деген сияқты. Өйткені мен көптеген бір біз Испанияда жаңағы партнеріміз сөйлескен кезде айтқан тұғын, жалпы олардың елдерінде спортқа деген ынта, спортқа деген бір көзқарас басқаша. Олар мысалы кем дегенде бір күніне жүгіріп келу бір ол әдет. Біз қазақстанда жүгіріп келу бар, осындай адамдар бір когорт, бір аудитория бар, бірақ қалай айтсам болады, өте аз деп ойлаймын. Сондай мемлекетте бір кезінде бір не болған, dancing studio жаңадан революционный жаңағыдай, бұл 80-ші жылдарға история. Кеше Киро жеріне барған кезде соларды көрсеткен кезде айтқан. Олардың оқиғасы қандай болған? Ол нарыққа сай болған бір билер, жаңадан билер. Бірақ қалай айтсам болады, стабборн бір фаундер бір нақты қалыпты бір оймен қалған. Қатып қалған. Сол ойынан өзгертпей нарыққа байланысты өзгермеген кезінде. Одан кейін жаңағы зумба, сондай студиялар ашылып, сальса жаңадан ашылып, жаңадан икеммен, жаңадан светпен мысалға да өзгеріп, жаңағы мемлекеттегі бум болған үлкен жаңағы студиялар желісін 3 айдың ішінде неге құрдымға келген да, ешкім келмей оған. Сол сияқты менің ойымша қазіргі таңда, бұрында ол может быть жылдамдық азырақ даже болған өзгерістің. Қазір менің ойымша там бір күнде бір твиттің арқасында өзгеріп кетуі мүмкін. Сол үшін сіздерге сәттілік ақшта. Біз енді қаласа да қаламаса да біз қарап отырамыз оны. Мен жалпы бүкіл қазақстандық стартаптарға біз сәттілік тілейміз. Және біздің портфельде болғаннан кейін біз ол 100 есе сәттілік тілейміз сізге. Менің ойымша енді жаймен деп бір соңғы фазасына келдік подкасттың. Сіздің қазіргі біздің Қазақстандағы жаңадан фаундерларға немесе жасөспірімдерге бір өзіңіз кеңесіңіз болса, жалпы бұл бизнес болсын, IT болсын, жалпы өзіңіздің түйгеніңіз, мен ойымша жаңағы осы қанша жыл өмір сүріп, қанша жыл қателік, жетістікке жеткеннен кейін бір өзіңіздің жас өспірімге бір кеңесіңіз болса? Енді адам бір үлкен жобаға келудің алдында көптеген қателіктер жасау керек. Және ол қателіктер осы жолдың жолда болу керек. Олар болады да, онсыз ешқандай сәттілік те болмайды. Сондықтан мен мысалы өзімнің балаларыма қазір тәрбиелеу туралы ойланғанда мен ойлаймын, қалай мен оларға өздеріне қателесуге мүмкіндік бере алам келешекте. Немесе тіпті өз компанияңды да ойлап отырсаң, компанияда көптеген жас адамдар жұмыс істейді. Және оларға егер сен қателесуге мүмкіндік бермесең, олар қалай өседі? Сондықтан менің ойымша адам деген үйрену үшін көп нәрсені жасап көру керек, кейбіреуінде қателесу керек, және ол қателіктерді өзі мойындап сабақ алу керек. Онсыз болмайды. Және барлық білім тек қана кітаппен, видеоларда табылмайды. Білімнің көбісі осы тәжірибеден алынады. Сондықтан жастарға көбірек тәжірибе жинауға, көбірек заттарды жасап көруге, қателесуге де, сәтті болуға да соны тілеймін. Өз балаларыма да соны тілеймін. Мен түйгенім, жалпы бүгін менің ойымша бүгін подкасттың түйгеніміз жалпы ол адам әрбір өзгеріске бейім болу керек. Және ол қанша керек емес, аналитика, мидағы аналитика әр ситуацияның ол айтылмаса да әркім ойланып жүреді. Бірақ сіздің неңізде сіз батыл болып, мысалы енді адвадан бастасақ та әр бір сәтте мойымай батыл болып, ол тағы да рискке шанс. Менің ойымша біз бәріміз сізге сәттілік тілейміз. Жалпы Қазақстанның өнімдері әлемде бағаланса және әлемде пайдаланса, мысалы ол бәріміздің бір неміз ғой. Бізде Испания барған кезде айтады да, күліп тұрады, яғни мықты, бірақ іштей олар үшін біз жаңағы стандар мемлекеттер арасындамыз да. Олар
Қазақстанға келіп біздің күшті кафетерийге барғанымызды көрсе таңғалады. Бізге шынында да Қазақстанның атын өзгерту керек. Қазақ елі деп қой. Қазақ елі ме? Қазақ республикасы деп. Оны бірақ өзгертудің тағы бір мәселесі, біз мысалы сіздер сияқты көптеген жаңағы фаундерлер әлемде жүріп, сіз деген Қазақстанның ең бірінші жаңағы впечатление, ең бірінші әсер туралы сіз көрсетесіз, бейнесіз ғой Қазақстанның сол жерге мысалы жүресіз. Қазақстан десе, Ильяс деген ой, біздің Қазақстаннан күшті продукты шықса, бәріміз күтеміз юникорн шыққанын. Мысалы біз қазір Эстония десеміз Skype деп бірден білеміз да, өйткені олар там цифрландырған мемлекет деген сияқты. Сол сияқты біздің, менің ойымша, алда көп жұмыс күтіп тұр бәрімізді де. Әркім өзінің міндеті үшін, өзінің ынтасы үшін, өзінің интересі үшін, бірақ жалпы қарасаң бәріміз бір мақсатта жұмыс істеп жатыр. Жалпы өз елімізді дамытуды жаңағы косвенный жолы, ол әлемге таныту, өзің нарықта ол танытам деп танытпаймыз. Біз нарықта сіз барып біреумен күрескен кезде, біреумен жаңағы нарықта бір өзінің орныңызды алған кезде, қай жақтың стартапы ол Қазақстаннан шыққан, Қазақстан founded startup деп. Сол үшін сізге сәттілік. Келесі жолыққанша, менің ойымша, енді келесі подкастты сізбен 2027 жылы ақш-та болған оқиғаңыз туралы сөйлессек, менің ойымша керемет бір, өйткені көбірек инсайт болады, көбірек оқиға болады. Бүгінгі бөлген уақытыңыз үшін рахмет. Тыңдармандар, сіздермен бірге болған Инвест Дала подкасты. Бәріңізге рахмет. Рахмет, сау болыңыз.